2022 жылдың қорытындысы бойынша Қытайда смартфондар сатылымы 13%-ға құлдырады. IDC зерттеу агенттігі хабарлағандай, бұл соңғы 10 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Бұған себеп экономикалық тұрақсыздық тұсындағы тұтынушылық сұраныстың азаюы. Сандарды сөйлетсек, аспан асты елінде 2022 жылы 286 миллион смартфон сатылған. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 329 миллион дананы құрады. Айта кетейік, өткен жылы Қытайда ең көп сатылған бренд болып Android негізіндегі Vivo компаниясының өнімдері танылды. Оған жалпы нарықтың 18,9% тиесілі. Екінші орында Honor смартфондары, алғашқы үштікті Apple смартфондары қорытындылайды. Ақш өкілдер палатасының халықаралық істер жөніндегі комитеті ақпан айында елдегі TikTok қысқа бейнелері қызметін бұғаттауға бағытталған заң жобасын әзірлеуді көздеп отыр. Олардың айтуынша қытайлық әлеуметтік желі ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін. Егер аталған жоба мақұлданса, ел билігі заңды түрде ақш аумағында TikTok қосымшасын бұғаттай алады. Еске салсақ, бұған дейін бұл істі экс-президент Дональд Трамп қолға алған, алайда көпшіліктің қолдауына ие болмаған соң TikTok қызметі жұмысын тоқтатқан жоқ. Қазірде ақшта TikTok қолданушыларының саны 100 миллионнан асады. Сондықтан танымал мессенджерді бұғаттау ісі де оңай болмайтыны анық. Ұлыбританияда Еуропадағы ең үлкен Tesla Megapack аккумуляторына негізделген энергия сақтау құрылғысын құру жұмыстары аяқталуға жақын. Жүйе сағатына 196 мегаватт электр қуатын сақтай алады. Сәйкесінше, алып құрылғы бір мезетте 300 мың үйді тоқпен қамтамасыз ете алады. Батарея жақында жергілікті электр тарату желісінің қосалқы станциясына қосылды. Жұмыстар жоспардағыдан бұрын жүргізіліп жатқан айта кетейін. Tesla компаниясы үшін бұл Ұлыбританиядағы Megapack батареяларын орналастырудың үшінші жобасы. Негізі барлық жобаларда жергілікті Harmony Energy Limited компаниясы жүзеге асыратын.